кезекті. Біріншісі, конкуренттер клиентті ұрлап кетеді, екіншісі, мошенниктер жазып, жаңағындай, давай предоплата жібер деп ақшаларын алданып қалып жатқан жағдайлар болды. Ол үшін біз қиын болды, бірақ біз айтамыз клиенттерге, номерлеріңізді жазыңыздар, сосын біздің WhatsApp менеджерлердің номері осындай, осы номерге хабарласамыз деп айтатынбыз алдын ала. Бірақ конкуренттерді ұрлайтын кездер болды. Яғни бізде басында осылай номерді қағазға да жазып қойдық, экранға да жазып қойдық, закрепить еткен вообще адам шаршап жүреді, 1 минуттан кейін кетіп қалады, қайта закрепить тоже не вариант. Енді TikTok бартта не істеді, бізге номер алудың жаңа фишкасын берді. Ол міне мен стрим ашқан кезде мынандай кнопка шығады, байқадыңыздар ма? Шықты ма сіздерде? Мен мына кнопканы көрдім да, енді біз маркетингта уже таргет реклама жасаймыз, лид деген нәрсені білеміз да. И мен мына кнопканы көрдім да, мәссаған, лиды деген да шықты ма деді. Сосын мен былай ойладым, значит, скорее всего, бұл платный, ақша төлеу керек шығар. Сосын бардым да, ары қарай кеттік ал. Стримда отырған кезде сіз стримді жүргізіп отырып, өзіңіз осы окошканы шығара аласыз. Яғни стримнан көрермен шықпай сізге номер қалдырады. Яғни мына кнопка біріншіден бесплатны, екіншіден енді жаңағыдай 2-3 подписчигің болса болды, бұл кнопка шыға береді. Преимуществосы сіздің клиенттің қалдырған номері ешкімге көрінбейді. Ал қалдырған номер ол сіздің TikTok дайректке келіп түседі. Яғни бұрын жаңа Мейірбек мырза айтты ғой, сайт жасаймыз, оған трафик жібереміз, адамдар өту керек, номер қалдырады, ол номер почтаға түседі. Ол ескі модель. Ал қазір TikTok-тың лидогенерациясы өте рахат нәрсе. Номер қалдырды, енді WhatsApp номерлеріңізді жазбай қойыңыздар. WhatsApp номеріңізді закрепить етпей қойыңыз. Клиенттеріңізге WhatsApp номерді комментарийға жаз деп айтпай қойыңыз. Осы лиды деген кнопканы қосып қоясыз. Қосқаннан кейін бұның өзінің лимиті бар. Лимит дегенде жақсы жағынан сіз тікелей эфир өткізіп жатырсыз. Сіз айтасыз, мына сіздер көріп тұрған окошқа 30 секундқа ғана ашылады. 30 секундтан кейін интервал 3 минуттан кейін ғана қоса аласыз. Яғни сіз тікелей эфир өткізіп жатырсыз, айтасыз, мына тауардың бағасы осынша адамдарға осындай скидка жасаймын. Тапсырыс беру үшін мен сіздерге қазір осы жерде осындай окошка шығарамын. Сіздер номерларыңызды қалдырыңыздар. Болды. Яғни тікелей эфирден шықпай, немесе тікелей эфирден шығып сіздің профилдегі WhatsApp номеріңізге өтпей, даже байқайсыздар ма? Соңғы уақытта WhatsApp номердің өзі де жұмыс жасамай кетті. Бастан ашылмайды, сілтеме ашылмайды, сондай бір нелері бар. Ал мына кнопка арқылы тікелей эфирде отырып, номерді дайректке түсті, клиент барады, номерді алып алады и ары қарай сата береді. Так, ол міне тікелей эфир өткізіп жатқан кезде астында осындай кнопка шығып тұрады. Сіз ол кнопканы өзіңіз тікелей эфирде отырған кезде лиды деген кнопканы басып қалсаңыз, осындай, міне жаңағы алдындағы қайда. Осындай окошка атып шығады. Рахат емес пе, тамаша, Қытайларың шынымен де TikTok әлеуметтік желісі арқылы бізге жағдайымыз жеңілдеді. Давайте шапал ұрып қойып, өте керемет негізі. Стрим өткізетін адамдар түсінеді. Номер алу деген ол кәдімгідей азап. Адамдар комментарий жазады, жаңағындай сөзбен айтып отырады. Ол клиенттер еще андай ғой. Адамдар еріншек. Бүйтіп сіздің сілтемеңізге басып, сізге WhatsApp-қа жаза салады. Дұрыс па? Сол нәрсені қалайды. Ана номерді ойында сақтап, оны сохранить етіп, WhatsApp-тан тауып алып, онда ешқандай клиент отырмайды. Яғни біздің продажаның көп конверсиясы түседі. Ал дәл осы кнопка арқылы продажамыз әжептәуір деңгейге жетеді. Дұрыс па? Яғни бұл еще кнопка өте бесплатный. Вообще ақша төлемейсіздер. Мен басында ойлағам, ақша төлейтін кнопка шығарды. Енді